Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Кахф сүресін әр жұма күні оқуды насихат еткен. Кімде-кім Кахф сүресінің алғашқы 10 немесе соңғы 10 аятын оқитын болса, ол дәджалдан құтқарылады. Бұл сүреде бірнеше оқиғалар баяндалады. Атап айтатын болсақ, бірінші үңгірдегі 3 жігіттің оқиғасы, екінші екі бақшаның иесінің оқиғасы, үшінші Мұса пайғамбар мен Қыдырдың оқиғасы, төртінші Зұлқарнайнның оқиғасы. Солардың бірі бүгінгі тақырып үңгірдегі 3 жігіттің оқиғасы туралы айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Үңгір иелері иман келтірген жігіттер. Үңгір иелері туралы Құран кәрімде расында олар Раббыларына иман келтірген және біз имандарын артық еткен жігіттер еді деп баяндалады. Ол жігіттер Раббыларына иман келтірген азаматтар еді. Құран кәрімде Раббыларына сенген әрі Аллах тағала олардың имандарын арттырған бұл жігіттер үңгір иелері деп аталады. Және бұл туралы аятта үңгір иелері деп айтылады. Бұл жігіттер аспан мен жерді өте нәзік, тәртіпті жүйеде жаратып, бейнеленген жалғыз жаратушының бар екендігіне көз жеткізді. Олар бұл әдемі жаратылыс туралы толғанып, барша мақлұқтарды жаратқан Алла тағалаға иман келтірді. Сондықтан да олар біздің Раббымыз көктер мен жердің Раббысы, біз оған құлшылық етеміз, одан басқа ешбір тәңірге сыйынбаймыз деді. Біз де оларға қосылып, уа Раббымыз, саған сендік, сені дәріптейміз, сенен өзге құлшылыққа лайықты Құдай жоқ деуіміз қажет. Ол жігіттер бір-біріне не үшін біз істерімізде де ғибадатта да қауымнан өзгешеміз, қауым бізден өзгеше. Біз Аллах тағалаға сенеміз, ал олар ше деп сұрасты. Шындығында қауым адамдары тура жолдан адасқан кәпір болып кеткен мәңгүрт жандар еді. Олар өз қолдарымен жасалған үлкенді-кішінді мүсіндерді ғибадатханаға қойып, жалғыз жаратушы Алла тағала емес, осы мүсіндерге сыйынатын. Олар нағыз надандықта өмір сүріп жатқан адамдар еді. Ақылды адам ақылсыз тасқа сыйына ма? Ақылынан адасқан қауым ешқандай дәлелсіз Алла тағаладан басқа тәңірге сыйынып жатыр. Ал Аллах тағала олардың бұл ұнамсыз істерін ешқашан қабыл етпейді. Бірақ мұны түсінетін қауым көрінбейді. Ендеше Аллахқа серік қосқан адасушылардан залым ешкімде жоқ. Жігіттер өзара әңгімелерін жалғастырды. Біздің міндетіміз ақиқатты қауым адамдардың санасына жеткізіп насихат айту. Олар бізге қарсы қиямет күні куә болмаулары үшін және имандық міндетімізді орындап, оларды тура жолға бастау жолында әрекет жасауымыз қажет. Егер солай істемейтін болсақ, қиямет күні Алла тағала олар үшін бізден есеп алады. Осылай десті де олар қауымға уағыз айта бастады. Бірақ қауым адамдары бұл жігіттердің сөзін тыңдамай, түрлі қарсылық көрсетті. Тіпті бұл жігіттер туралы хабар кәпір патшаларына дейін жетті. Кәпір патша халықтікінен де асқан теріс көзқарасты еді. Сөйтіп, патша бұл жігіттерге егер имандарынан қайтпаса, қатты азапқа душар болатындықтарын ескертті. Бірақ бұл мүмін жігіттер имандарында берік тұрып, алған беттерінен қайтпай үгіт насихаттарын жалғастырды. Мүмін жігіттер кәпір қауымның иманға келуінен үміттерін үзді. Енді олар өз қауымынан ешқандай үміт болмағаннан соң, өз дініне, иманына шақыруды басқа қауымдарға жалғастырмақ ниетпен өз елін тастап, басқа елге кетуге әзірленді. Олар өздері барып өмір сүретін елде де жақсылықтың, имандылықтың таралуын үміттетті. Өзара ақылдасып, Алла тағаланың жері кең, адамдары көп, бұл көпірлік жайлаған мекені тастайық, дінімізді сақтаған қалпымызда басқа елге қоныс аударып, ол жерде үгіт насихатымызды жүргізіп, өзге де болса бір елді шынайы дінмен көркемдегеніміз абзал десті. Сөйтіп мүмін жігіттер жолға шықты. Олар жолда әрбір басқан қадамында Алла тағаланың құдіретін еске алып, оны дәріптеп, мадақтар айтып, одан көмек, сабыр беруін сұрайтын. Бірнеше күн жол жүріп, өз елінен алыстаған кезде олар бір кішілеу тау үстінде орналасқан үңгірдің алдынан өтті. Олар сапар машақатынан шаршағандарын сезіп, біраз тынығып алмаққа үңгірдің ішіне кірді. Олардың қастарында иті бар болатын. Ол ит
үңгір есігінің алдында қалды. Олар ұзақ сапардан қатты шаршағандықтан үңгірге кіріп арқаларын сүйеп отырған қалыптарында маужырап терең ұйқыға кетті. Күн артынан күн, ай артынан ай, жыл артынан жыл, тіпті бірнеше ондаған жыл өтті. Олар әлі ұйқыда еді. Олардың түр әлпеттері өзгеріп, қорқынышты болып кетті. Егер бірер адамның оларға көзі түсетін болса, олардың келбеттерінің сұрықсыздығынан бір сәтте қарап тұра алмас еді. Шаштары өсіп, иықтарына түсті. Денелері оңға, солға аударылып тұратын. Бірақ олар тірі болатын. Жүректері соғып, тыныс алып тұр. Онда оларға не болды? Күндіз түні үздіксіз ұйқы, қашанға дейін ұйықтамақ. Олар үңгір ішінде 309 жыл ұйықтады. Бұл уақыт ішінде заман өзгеріп жаңарды. Өздерінің қашып шыққан елдеріндегі адамдардың барлығы әлде қашан бұл дүниеден өткен еді. Бірақ олар бұл туралы ештеңе сезбеді. 309 жыл өткеннен кейін жігіттер терең ұйқыдан оянып, көздерін ашып, ұзақ уақыт ұйықтағандықтан денелерінің қалжырағандығын сезінді. Олардың жүздерінен таңданыспай қалып, «Мұнда қанша уақыт ұйықтадық екен?» деп бір-бірлерінен сұрасты. Кейбіреулері бір күн ұйықтадық десе, енді бірі жарты күн деген еді. Олар не болғанын біле алмады. Үңгір ішінде 100 жыл ұйықтап қалғандары ойларына келген де жоқ. Жігіттердің қарны ашты. Олар, «Ішімізден біреу қалаға барып, тамақ сатып алып келсін. Өте абай болсын. Өйткені қауым бізді өлтірмек болып іздеп жүрген шығар», деп қалаға жиналғанды сақтандырып ескертіп жатты. Қалаға шыққан жігіт ақша алып, өте абай болып сақтықпен қаладағы ең жақын дүкенге барды. Ол бөтен көріністерге таңданды. Қалада, жолдарда басқа. Мынау сатушыны бұрын көрмеген. Дүкенде жүріп келген жолы да өзгеріп жаңарған. Ол көп ойланып тұрмастан сатушыдан жейтін тағам беруін өтініп ақшасын ұсынды. Сатушы, «Бұл ақшаны алмай. Бұл ертедегі ақша ғой. Қазір қолданылмайды», деп жігітке жұмбақ болған сырды ашып, айналасындағы жаңа көріністерден, адамдардың бөтендігінен ештеңе түсінбей, есі шыққан жігітті таңғалдырды. Сатушы бұл хабарды қуана тарата бастады. Жағдай жігіт қорқып келгенде қауіпті емес екен. Адамдар өзгерген, кәпір патша да дүниеден өткен, мүсіндер жойылған. Көпшілік бір Аллахқа сеніп оған сыйынады. Патшаға, мүсіндерге табыну деген жоқ. Таңданып тұрып қалған жігіт айналасында жиналып қалған адамдарға, «Қазір мені жіберіңіздер. Мен үңгірдегі серіктеріме барып, оларға бұл қуанышты хабарды жеткізейін», деп үңгірдегі серіктеріне бет алды. Бұл хабар жаңа таққа отырған Мүмін патшаға да жетті. Ол бұл жігіттерді көріп, кездесу үшін үңгірге асықты. Оларды тірі күйінде көріп, қуанып, олармен құшақтасып амандасты. Патша жігіттерді өзімен бірге еркін, жай-бырақат өмір сүру үшін қалаға шақырды. Ақиқат белгілі болып, жігіттер шындыққа көз жеткізді. Патша мен адамдарға кезіккеннен кейін олар ұзақ уақыт өмір сүрмеді. Оларға өлім жетіп, қатқан денеге айналды. Патша да, айналасындағы кісілер де жылап, арабыларына нағыз сенген, әрі оған бар күш-жігерімен, сабырымен дағуат еткен бұл мүмін жігіттерден айырылып қалғандарына қатты қайғырды. Бұл қаладағы тұрғандардың баршасы Аллах тағала өлгендерді қалаған кезінде қайта тірілтетіндігіне көз жеткізді. Үңгір иелерін 309 жылдан кейін ұйқыдан оятқан Алла тағаланың қиямет күні өлі денелерді қайта тірілтуіне күші жетпей ме? Уа Раббымыз, саған иман келтірдік. Сенің уәдең шын. Қияметтің болатындығына еш күмәніміз жоқ. Сенің әр нәрсеге күш-қуатың толық жетеді. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.